Достар, қалдарыңыз қалай? Чанган CS55 автокөлігінің Қытайдан шыққанда заводта жаңағы аккумулятор клеммасы дұрыс жалғанбаған болады деген ақпарат бар интернет. Ребята, кто купил Чанган CS55+, либо кто собирается купить, мои рекомендации, да, это рекомендации, собранные от людей, то есть какие проблемы были, с чем мы столкнулись. Первое, как возьмете, обязательно сразу под капот аккумулятор, минусовую клемму затяните, чтобы не было проблемы с электроникой, потому что у многих ребят загорелся чек и не понимали из-за чего, говорили там бензин и так далее, но в итоге оказалось, что была проблема в минусовой клемме. Яғни завод машинаны шығарған кезде минус клеммасы дұрыс қатайтылмаған болады деген ақпарат бар. Сол шын ба өтірік па, соны сізге көрсеткім келеді. Мынау бізде Чанган, мына аккумулятор, мына клеммаларын айтады да интернетте. Мына действительно көріп тұрса қозғалып тұр. Мен неден алғанмын ғой, Қытайдан алып келген жігіттерден, салоннан емес. И осылай бос тұрады екен. Бұл сосын ертең қозғалғанда, жаман жолдардан өткенде қозғалып кетуі мүмкін де, сондықтан система сбой, жаңағы ошибкалар беруі мүмкін. Соның кесірінен осыны қатайтып тастау керек. Ол үшін не керек? Қателеспесек, 10-ды кілт керек. Оны кім айтты маған? Оны интернетте, тиктокта қазір бауырларымыздан ақпарат көп. Біреу айтады жаңағы, ана жол айтып едім ғой, коробкада май жетіспейді деп. Ол неге жетіспейді екен коробкада май? Себебі біздер сатып алғанда, мысалға автосалоннан алатын болсам, автосалонда предпродажная подготовка деген бар да. Жаңағы заводтан автосалонға келгенде, мысалы Чанган официально, олар жаңағы бүкіл май нелерін, жаңағы қосымшаларын бәрін тексеріп сізге сатуға дайындайды. Ал Китайдан тікелей алып келген кезде, енді ол өзіміздің бауырларымыз ғой, қарапайым қазақтың жігіттері. Олар ондай нәрселерден істеп үлгермейді ғой. Алып келеді да бері қарай автобуспен немесе өздерін алып келеді машинаны. Содан сіз олардан сатып аласыз. Енді сатып алғаннан кейін жаңағы нәрселерді білу керек та, что мынандай мына мысалы мына жаңа бос тұрды ғой, мына нормально алып қалды. Бұл айтып тұрсаң ондай кері мәселе емес, бірақ ана интернеттегі балдардың айтуы бойынша мынау бос тұрады, сосын жаңағы сіз жаман жолдан бір жерден өткен кезде шығып кетуі мүмкін ғой. Сол кезде ана системасы қуып кетуі мүмкін. Сондықтан бүйтіп бір қатырып тастасаңыз болды ғой. Сонда мәселе 5 секундтық мәселе ғой. Все, болды, енді бұл қозғалмайды. Бірақ действительно бос тұрады екен. Неліктен ол олай бос тұрады? Неге ол завод қатайтпайды? Оны енді мен айта алмадым, шын айтсам. Осы видео сол ақпарат шындыққа жанаса ма, жанаспай ма, соны сіздерге көрсетіп қойын деп, бауырларымыз біле жүрсін деп сіздерге бөлісіп жатырмын. Жақсы, сау болыңыздар.